Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Елдегі және шетелдегі жаңалықтарды алғашқы болып көргілеріңіз келсе, каналға тіркеліп, лайк пен қоңыраушаны баса кетіңіздер. Бүгін Абай облысындағы Бардулиха ауылында төтенше жағдай жарияланды. Ресей аумағынан басталған өртті мамандар 3 тәуліктен бері өшіре алмай жатыр. Тілсіз жау Қарағайлы орманның 3500 гектарын жайлаған. Қызыл жалынмен күреске 600 адам, 130-дан астам техника жұмылдырылған. Кеше қосымша Астана, Қарағанды мен Павлодардан 200-ден астам адам мен 40-қа жуық өрт сөндіру көлігі көмекке келді. Өрт тікұшақтар мен әуеден сөндіруге де ырық бермей тұр. Желдің екпіні және сулы батпақты жерлер кедергі келтіріп, ауыр техниканың қозғалысын қиындатқан. Елді мекендерге әзірге келер қауіп жоқ. 277 тұрғын өз күштерімен қауіпсіз жерге кеткен. Төтенше жағдайға орай Бардулиха ауылында 330 орынға 3 эвакуациялық пункт дайындалды.